Аспаны ашық, құяшы күлген ұсындай бақытлы отанда жасау әрбір отанасымыздың жүрегінде шексіз қуаныш һәм мінетаршылық сезімін ұялатады. Көше бойларына қатар құрылған зәулім имаратлар саулат төгіп, көркейіп, үлкеміз шырайына және де сұлулық бағышлайды. Өзліксіз білім беру системасының түптен жаңалануында беріліп отырған имканиятлар кеңлігі замандастарымызды және де рухландырып, өмірге болған ықыласын арттырады. Олардың жігерлі ниет етулеріне айрықша күш, ілхам бағышлайды. Түрлі тараулардағы жаңаланулар һәм қолға кіргізіліп отырған ұнамды нәтижелер дерегі әлбетте тыныш тату тұрмысымыздың жемісі. Міне осындай бақытлы заманның бақытлы перзенттері болған жастарымыз өздеріне берілген осындай имканиятлар кеңлігінен ұтымды пайдаланып, өз теңдестеріне үлгі болып келмекте. Заманласымыз Клара Ниязова Мұхаммед Әл-Харазми атындағы Ташкент информациялық технологиялары университеті Нөкөз филиалына оқуға кірген күннен бастап-ақ өзіне болған сенімі артып, қатар теңдестер арасында алда болуға, білімін тереңдестіруге һәм инновациялық программаларды жарату бағдарында да ұстазларымен бірге жұмыслар алып барды. Біздер қанегелестірілген сабақларымыздан, профессор оқытушыларымыздан көплеген білімлерді алып келмектеміз. Сол білімлердің тикарында көплеген өзіміздің жойбарларымызды, программаларымызды іслеп шықпақтамыз. Менің кәсібім атамасындағы мобил онлайн бағдарламасын іслеп шықтым. Ол бағдарламаны іслеуден мақсатым өткен жылы мен Жастар Алқамы стипендиясына өзімнің құжаттарымды тапсырып, республикалық басқышта өзімнің іслеп шыққан бағдарламамды презентация қылдым. Бұл программамыз екі бөлімнен ібарат. Бұл әйел адамлар үшін һәм ер адамлар үшін болып есептелінеді. Ер адамлар үшін құрылыс, техник, автомобиль, агро саха, балықшылық, құсшылық, сол бағдарларда өзінің формулалары һәм видеоролик махарат дарсларына ие. Аял адамлар үшін аспазлық сырлары, тоқымашылық, тігу, бішу һәм тауықшылық сахаларына тиесілі видеороликлер һәм махарат дарслары беріліп өтілген. Бұл бағдарламамызда біздер бір-біріменен өзінің сәубетлесіп һәм пікірлерін алмасуға имканиятына ие. Ауылдық жерлерде һәм қала аймақтарында сол біздердің беріп қойған бағдарламамызға карта бойынша біздер бос іс орны керек болса, сол бос орынның ішіне кіріп, өзіміздің қалеген, өзіміздің имканиятларымызға жауап беретін жерден өзімізге керекті болған іс орнын тапсақ та болады. Һәм бұл базамыз, видеороликлер һәм формулалар, өзіміздің кәсібімізге керек болған хәмме материалларды біздер сол программаның ішінде база арқылы толықтырып өтеміз. Егер сіз өзіңіздің қалауыңыз болса, біздердің бағдарламамызға өзіңіздің қабілетлеріңізден видеороликлер түсіріп, оларды басқаларменен бөлісіңіз имканиятыға да иесіз. Банк болмаған жастар, имканияты шекленген шақсыларға, бірлеспеген жастарға өзінің бос уақытында, үй шараятларында, бос отырған әйел қызларымызға үй шараятында өзлерінің жеке іспілермелігін жолға қоюға, һәм оларды қайсы жолменен баслауға, ол істеуге біздерге қандай материалдар, һәм білімлер, көндікпелер керек болуын бағдарламамызда қиыншылықсыз көрсек болады. Бұл бағдарламамызды істеуде көп минеті сіңген Бекбосын Қалмұратов, басқа да профессор оқытушыларымыз жәрдем берген. Мен бұнан басқа уақытларда өзімнің қызыққан пәндерімді терең үйрену мақсатында оларды елді бекемлеу үшін бос уақытында оларды үйренемін. Һәм ең жақсы көрген пәндерімнен бірі Қарақалпақ тілі мемлекеттік тілі болып, өткен жылы Қарақалпақстан Республикасы бойынша жоғары оқу орындары ортасында өткізілген Қарақалпақ тіл пән олимпиадасында 3-ші орынды иеленуге мияссар болдым. Һәм өткен жылы Жастар Алқамы стипендия республикалық басқышында шығуға мияссар болып, Ташкент қаласына барып қайттым. Ол жерде мен өзімнің теңдестерімменен білімлерімді сынап, һәм көп достар арттыруға мияссар болдым. Қазірде бұл менің кәсібім үтіфқорым бағдарламасы
Қарақалпақ тілінде іслеп шыққан болса, келешекте біздер оны орыс һәм инглиз тілдерінде іслеп шықпақстамыз. Бұл біздердің пайдаланушыларымызға жаңа имканиятлар есігі болып есептелінеді. Неге десеңіз, бұл бірдей уақытта сіз рус тілін һәм инглиз тілін һәм қосып үйренуіңізге болады. Жасап атырған дәуіріміздің өзі техникалық жаңалауларды һәм инновациялық бағдарламаларды түрлі тарауларға енгізуде жеделдікпенен алға ілгерілеп бармақта. Жастарымыздың іслеп атырған бұл бағдарламаларының ахметі де замандастарымыздың бұл бағдардағы ісленуі зарур болған жұмысларына ұнамды тәсір көрсетуіне сенеміз.